Зейнеткерлер салықтан толықтай босатыла ма? Тақырып қызықты болса, соңына дейін қараңыз. Достар, лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желіде зейнеткерлердің мүлік салығынан толығымен босатылғаны туралы ақпарат тарады. Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті осы мәселеге қатысты түсініктеме берді деп хабарлайды Спутник. Салық кодексіне сәйкес бөлек тұратын зейнеткерлер салықтан босатылады. Сол мекенжайда өздері ғана тіркелуі шарт. Бірақ барлық мүліктің жалпы салығы айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшерінен, яғни 3.450.000 теңгеден аспауы тиіс. Заңда салықтан босатылатын басқа да тұлғалар көрсетілген. Олар айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшері шегінде Кеңес одағының батырлары, социалистік еңбек ерлері, халық қаһарманы, Қазақстанның еңбек ері атақтарына ие болған, 3-ші дәрежелі даңқ орденімен және отан орденімен марапатталған адамдар, батыр ана атағын және алтын алқа алқасын иеленген көп балалы аналар. Екінші, айлық есептік көрсеткіштің 1500 еселенген мөлшері шегінде Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер және басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызмет үшін бұрынғы КСРО ордендерімен және медальдармен марапатталған адамдар. Сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусым, 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде 6 ай жұмыс істеген және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызмет үшін бұрынғы КСРО ордендерімен және медальдармен наградталмаған адамдар, мүгедектігі бар адамдар. Сондай-ақ салық кодексінің 526 бабының 2-ші тармағында белгіленген өзге де тұлғалар салықтан босатылатын болады. Айта кетерлігі, 2022 жылдың мүлік салығын төлеу мерзімі 1 қазанда аяқталады.